Сәлеметсіздер ме көрермендер, бүгін сіздерге Игра в кальмара сериалының бірінші, екінші, үшінші бөлімдерін айтып беремін. Сон Ки Хун ересек болғанмен әлі күнге дейін өзінің қария анасымен бірге өмір сүреді. Ара-арасында қолына ақша түсіп тұрғанмен, бұл қаражат жақсы тамақ пен пәтер төлеуге үнемі жетіспейді. Осыған қарамастан Ки Хун спорт ойындарына ақша тігіп, ұялмай анасының карточкасын ұрлап тұрады. Ки Хунның кішкентай қызы бар, Гаюн. Ол қызын қатты жақсы көргенімен, ол еркектің ажырасқан әйелімен басқа отбасыда бөлек тұрады. Қызының туылған күні болғанда Ки Хун ат жарысына ақша тігіп, ұтыстан түскен ақшаға қызына қымбат тамақ сатып алып бергісі келеді. Ки Хунның ойындарға қызығуы кішкентай кезінен бері бар. Бала кезінде басқалармен кальмар ойынын ойнайтын еді. Жерге әдейі кальмардың денесіне ұқсасын деп фигуралар, шеңбер, квадрат пен үшбұрыш сызатын еді. Жеңіске жету үшін бұл ойында күш, ептілік, айлакерлік қажет еді. Кезінде бұл ойында әрдайым жеңіске жетіп отырған Ки Хун есейіп, қазір құмар ойындар ойнап, көбінесе жеңіліп отырады. Қазір де досын алып құмар ойын ойнауға келеді. Бәс тіккен бірінші аттың жолы болмай қалады. Ал содан кейінгісі бірінші болып келіп Ки Хун 4 миллион вон ұтып алады. Сол жерде дереу қызына қоңырау шалып, кешке жақсылап тұрып тамақтанамыз деп сөз беріп қояды. Бірақ кенеттен сол жерде ол біраз ақша қарыз болып қалған бандиттерді көріп қалады. Әжетханаға кіріп тығылып қалмақшы болады. Бірақ жолай бір қызды өлтіре жаздап соғып кетеді. Бандиттер оның қайда кеткенін көріп тез тауып алады. Бетінен бірнеше соққы алып, ақшасының барлығын оларға берейін деп қалтасына қараса, тек тесік көреді. Сөйтсе, әлгі соғып кеткен қыз қалта ұрыс болып шығады. Өздерінкін жібермей, оған бір айдан кейін ақшасын қайтармаса, бірінші бүйрегін, одан кейін бір көзін алуға рұқсат беретін қағаз жазуға мәжбүрлейді. Бандиттер кеткен соң, еркек қызына аттанады. Қызын тамақтандырып көре тұр. Бір жылдан кейін саған шынайы сый сыйлаймын деп үйіне әкеліп тастайды. Бірақ Ки Хун бір жылдан кейін экс әйелімен, оның күйеуі, оның қызымен ақшқа көшпекші екендігін әлі білмейді. Оның өгей әкесі сол жақтан жұмыс тауыпты. Ки Хун қызын алып қала алады. Бірақ ол үшін қызын қаражатпен қамтамасыз ете алатындығын дәлелдеу керек. Ки Хун үйіне қайтарда метродағы пойызға кешігіп қалады. Оның қасына жақсы киініп алған еркек отырып алады. Ол оған балаларға арналған бір ойын ойнайық деп айтады. Еркек келісіп, дереу сол жерде көп мөлшердегі ақша ұтып алады. Одан кейінгі еркек оған өзінің визиткасын беріп, үлкен қаражатқа ойнаған келсе, жай ғана қоңырау шал деп айтады. Үйінен жақын жерден өзінің балалық шағындағы досы Сан Вудың анасынан балық сатып алады. Анасы университет аяқтап, қазіргі таңда ақш-та табысты финансист болып жұмыс істеп жатқан ұлын мақтап тұрып айтып береді. Сан Вуды жергілікті жұлдыз десек болады. Райондағылардың барлығы оны мақтан тұтады. Ал үйіне келгенде өзінің анасы оған қайғылы жаңалық айтады. Оның қызы келесі жылы ақш-қа көшеді. Ки Хун не істерін білмей, әлгі метродағы еркек берген визиткадағы номерге қоңырау шалады. Оған мына жерге кел деп адрес айтады. Ол жерден оны алдын ала ұйықтатып, көлікке салып алып кетіп қалады. Ки Хун үлкен бір бөлмеде оянады. Ал үстінде киімінде 456 номер жазылған. Көз алдымыздағы үлкен залда еркектің кеудесіне жазылған санға сәйкес келетін адамдар жиналған. 456. Сол жерде Ки Хун кеудесінде бір номер жазылған бір шалмен танысады. Сондай-ақ oradan оның қалтасынан ақша ұрлаған ұры қызды байқайды. Ол қыз оны ғана ұрламаған екен. Бір бандит оны ұрып жерге құлатады. Тіпті өзінің университет аяқтаған досы Сан Вуды жолықтырады. Артынша ойынды ұйымдастырушылар келеді. Барлығы маска киіп алған. Ойыншы ойыннан бас тарта алмайды. Бас тартса ойыннан шығады. Көпшілік дауыс берсе, ойын тоқтатылады. Барлығы қол қойып, дереу ойын алаңына келеді. Бірінші ойынның атауы жасыл түс пен қызыл түс. Алаңның арғы жағында тұрған робот қыз жасыл деп айтқан кезде барлығы алаңды кесіп жүгіре алады. Ал қызыл деген сөз шығарғанда бүкілі тоқтап қатып қалулар қажет. Ойынға 5 минут беріледі. Сол уақыт ішінде кукланың қасындағы линиядан өту керек. Ойын оңай тәрізді. Бірақ кімде-кім кукла қызыл деген сөз айтқаннан кейін қимылдаса өледі. Ойыншылар бұл ойында адам өледі деп ойламай, бүкілі шок болады. Ненің не екенін түсіне қоймаған ойыншылардың көп бөлігін өлтіріп тастайды. Бірақ Ки Хун мен Сан Ву бұл ойыннан аман-есен өтеді. Ки Хун жасыл жанғанда қимылдап құлайын деп қалып еді, бірақ пәкістандық бейтаныс жігіт оған көмектеседі. Ойын аяқталған соң жоғарыдан алып стадионды жауып тастайды.
Екінші серия. Бірінші ойында қайтыс болғандардың денесін крематорияда жағып тастайды. Ал тірі қалғандар жалпы залда жиналып, ойыннан бас тартамыз деп шығады. Ешқайсысы өмірін бәске тіккісі келмейді. Бірақ ұйымдастырушылар барлық ойыннан тірі шыққан ойыншыларға миллиард вон береміз дегенде бүкілі ойланып қалады. Ал олар ойыннан бас тартса, бұл ақшалар қайтыс болған ойыншылардың отбасына кетеді. Дауыс беру процесі басталып, ойыннан шығамыз дегендер бір дауыс артық беріп, жеңіске жетеді. Барлығын қайтадан ұйықтатып, ойын өткен аралдан шығарып, елдің әрбір жерінен жолай лақтырып кете береді. Ки-хун дереу полицияға аттанып, болғанның барлығын айтып береді. Бірақ әлбетте, ол жерде ешкім оған сене қоймайды. Сосын ол ұйымдастырушылардың визиткасын береді. Полициялық ондағы нөмерге қоңырау шалып еді, бірақ тұтқаны ұйқылы ояу жатқан бір әйел алады. Ки-хунды полицей учаскесінен шығарып салады. Сол жерде жүрген детектив Хван еркекті байқап, сәлден соң әлгі визитканы көріп қалады. Ки-хун үйіне оралады. Бірақ үйінде анасы жоқ. Анасын іздеуге шығып, жолай Сан-вуды жолықтырады. Ол да анасын көруге келіпті. Бірақ оған алыстан бақылап тұр. Еркек анасына барлық шындықты айтып бергісі келеді. Бірақ оны қапаландырам деп қорқады. Өйткені әйел ұлына қатты үміт артқан еді. Сан-ву Ки-хунға қалай қарызға кіріп кеткендігін айтып баянап береді. Мен кішкентай дүкенмен анамның үйін кепілге салған едім. Енді оны алып кетеді деп қайғысымен бөліседі. Сол мезетте Ки-хунға қоңырау шалынады. Мамасы ауруханаға түсіп қалыпты. Диабеті бар болып шығады. Жылдам емделмесе, аяғына ампутация жасау мүмкін. Бірақ оны емдейтін ақша жоқ. Сондықтан анасы емханадан шығып кетеді. Детектив Хван бауырын жоғалтып алған жас еркек. Оның туысқандары одан жігітті тауып берші деп сұрайды. Сөйтіп ол оның үйіне жолға шығады. Ол жақтан ол дәл Ки-хунның визиткасындағыдай символды көреді. Хван Ки-хунның қайда екенін біліп алып, оған сөйлесуге келеді. Басқа жаққа ауысып, әлгі ұры қыздың өзінің кішкентай інісімен отырғандығын көреміз. Бала жетімдер үйінде тұрады екен. Олар отбасымен солтүстіктен келген қашқындар екен. Бірақ олардың ата-анасы жоғалып, қыз қолынан келгенше інісіне қарап, әке-шешелерін тапқысы келіп, барынша тырысып жүр. Тіпті оларды іздеуге соңғы ақшасын бергенмен басқаларға алданып қалады. Енді оған тағы ақша қажет. Бірақ ол оны қалайда болса табамын деп шешеді. Тағы бір кейіпкермен танысамыз. Ки-хунды бірінші ойында құтқарып қалған пәкістандық жігіт Әли. Ол соңғы кездері оның айлығын көп кешіктіріп жүрген шеберханада істейді. Бастығының кабинетінде стола жатқан ақшаны алғысы келіп, бірақ ол оны әлбетте бермейді. Сол арада екеуі ерегісіп қалып, бастық қолын жарақаттап алады. Әли болса, ақшаны алып, ол жерден ізін жоғалтады. Әйеліне келе салып, ақшасын беріп, 1 жасар баласымен елден қашуын сұрайды. Арғы жақта Сан-вуды полицейліктер іздеп жүр. Оның анасына келіп, ұлының қаржылық айла-шарғылар жайлы айтып береді. Сан-ву болса, бұл жағдайдан шығу жолын көрмей, ішімдік ішіп алып, өзіне қол салу үшін ваннаға жатып алады. Бірақ сол мезетте оның есік астына біреу тағы да әлгідегідей визитка салып жүреді. Сцена Ки-хунға ауысып, еркек таныс достарынан анасының емі үшін қарызға ақша сұрап жатқандығын көреміз. Досы жоқ деген жауап береді. Болмаған соң бұрынғы әйеліне барады. Бірақ ол да бұндай қаражат бере алмаймын деп шығады. Өмірден түңілген еркек ойын бөлу үшін ішімдікке беріп жатқанда дәл жанынан өткенде ойында танысқан шалды көріп қалады. Әлгі ұры қызды соққа жыққан бандиттің есімі Диоксу екендігін білеміз. Бірақ бұзақы еркекті де біреу, нақтырақ айтсақ, бастығы іздеп жүр екен, өлтіру үшін. Ал себеп тағы да қарыз ақша. Ақшаны қайтару үшін еркек ойынды ұйымдастырушыларды тонамақшы болады. Оны бастығының адамдарын шақырған қасындағылардың бірі сатып береді. Бірақ Диоксу қолдарына түспей мосттан секіріп кетеді. Өздерінің шынайы өмірлеріне оралған кейіпкерлер кедейлік, қарыздан шығудың жалғыз амалы ойынға қатысу екендігін түсінеді. Барлығы визиткаларын алып, ойынға қайта қатысуға келіседі. Үшінші серия. Детектив Хван Ки-хунның артынан еріп, ойыншыларды аралға алып кетіп бара жатқан кемеге мініп алады. Маскалы адамдар көліктердегі адамдарды тексере бастағанда, Хван олардың біреуін өлтіріп, киімін киіп алады. Ал ұры қызды газбен ұйықтатып тастамақшы болғанда, ауа жұтпай, есін жоғалтпай, оларды киіндіріп жатқанда, білдіртпей өзімен пышақ алып алады. Одан кейін ойыншылардың барлығын қайтадан залға жинайды. Ол жерде Ки-хун, Сан-ву, Али мен Шал өзара бірігіп алады. Гангстер Диоксу да өзінше команда жинамақшы болады. Ол оған ұры қызды шақырады, бірақ ол бас тартады. Ки-хунның командасы келесі сынақ қандай болар екен деп пікір алмасып отырады. Олар біреуінен өтті, енді 5-еу қалды.
Олар не болса да келесі сынақ әлгі ойын тәріздес болу керек. Демек ол кішкентай кезімізде ойнаған ойындардың бірі болар деп шешеді. Бірақ Әли ол ойындардың ешқайсысын білмейді. Өйткені ол Пәкістанда өскен. Ұйымдастырушылардың киімін киіп алып, детектив Хван басқалардың артынан еріп, олардың бөлмесіне кіреді. Онда ол маскасын шешіп, тамақтанып, ұйықтауға кетеді. Ал көршілес бөлмеде жатқан солдат екеуі өздерінің бөлмелеріне кірмей тұрып, оған күдікті түрмен қарайды. Кейін әйелдердің бірі Хан Миньо түнде тұра салып, тез арада әжетханаға баруым керек деп сайрандай бастайды. Күзет жарайды деп дәретханаға алып барады. Оған ұры қыз да ілесе, мен де барам деп айтады. Ол жерде әйел бір жерінен шылым алып шеге бастайды. Ұры қыз да уақытын құртпай пышақпен торды ашып алып вентиляцияға кіріп алады. Сәл жүріп ас бөлмесіне келіп, маскалы адамдардың шекерді қайнап жатқандығын көреді. Жалпы блокқа оралған соң Миньо одан ол жақта не көрдің деп сұрайды. Олардың әңгімесін Санву естіп қалады. Таңғы асқа барлығына тоқаш пен сүт табыстайды. Ал ойыншылардың бірінің тоқашының ішінен жобалап оларды алда қандай ойын күтіп тұрғандығы жазылады. Ойынға бара жатқанда Санву ұры қызға келіп, оның түнде не көргендігі жайлы біліп алады. Ойыншыларды балалардың құмсалғыш ойнайтын алаңына ұқсас бір жерге алып келеді. Ал залдың соңында әртүрлі символдар тұрған төрт есікті көреміз. Шеңбер, үшбұрыш, жұлдыз бен қолшатыр. Ойыншылар сол символдардың біреуін таңдауға қажет. Санву бұның қандай ойын болатындығын бірден түсінеді, бірақ оны ешкімге айтпайды. Ол ең оңай символ үшбұрышты таңдайды. Басқаларда символ таңдау керек. Тихун қолшатырды таңдайды. Ойыншыларға шеңбер формасындағы карамельді береді. Ал оның ішіне олар таңдаған символ енгізілген. Қасында сондай-ақ ине де бар. Олар іштегі символды инемен қырнап алу қажет. Бірақ жалғыз шарт бар. Қырналау кезінде карамель сынып кетпеу қажет. Сынса өлесің. Барлығына 5 минут беріледі. Қолшатырды алғандар әбден қиналады. Оны алу оңай емес екен. Санву символын еш қиналмастан алып, сынақтан тез өтеді. Әли де тапсырмасын тез орындайды. Хан Миньо болса, білдірмей, оттығы арқылы инені ыстып қулық жасайды. Өзінің символын алып, оттықты жай диоксуға қалдырып кетеді. Сөйтіп ол да сынақтан әйтеуір өтеді. Кихон, осы өлермін ау деп жеңілуге дайын тұр еді, бірақ өзінің аққан терінен карамельдің еріп жатқандығын байқап, оның артқы жағын жалап, ол жібеген соң символын әйтеуір алады. Оның әрекетін көрген басқа ойыншылар да дәл соны қайталайды. Үлгері алмағандары өмірлерінен айырылады. Бірақ ойыншылардың біреуі өлгісі келмей, маскалы адаммен күресіп, қаруын басына тақап, маскасын шешкізеді. Сөйтсе, алдында тұрған ересек емес, одан қайда жасөспірім екендігін түсінеді. Біреуді өлтіруге батылы бармай, қарудағы оқты өзінің басына жібереді. Ал бет-әлпеті ашылған жасөспірімді ұйымдастырушылардың бірі келіп, сол жерде өлілер қатарына қосады. Кейінірек Хванның сол жерде болғандығын білеміз. Масканың арғы жағында басқа біреу екендігін сезгендей, бір адам оған күдік тағады. Достар, келесі бөлім шығарғанды қаласаңыздар, тіркеліп 1000 лайк жинап